негізі біздің түсінгеніміз lesson study оған бір оқушыға немесе сыныпқа өзіне айтылмайды, білдірмейді, жасырын сырттай түрде жүргізіледі. Яғни жанама түрде жүргізіледі. Жанында сырттай жасырын түрде әсер ету арқылы жүргізіледі. Енді біз бұл жылда неге ел сайын Ақмаржанды алдық, неге басқа оқушыны алмадық, неге ең төмен оқушыны алмадық? Мысалы, жүрегі көресің деген нәрсе бар ғой. Осы жерде мысалы Айдос ағайдың бір сөзі маған өте қатты ұнайды. Мынау біздің мектепте білім берілуде проблема жоқ дейді. Білім беріледі. Білім алынуда проблема болады. Білім алынбай қанша берсең де ар жақтан кері реакция жоқ та. Мен осыны ата-аналарға айтқан кезде былай деймін да, ана любовь сияқты да, мына жақтан внимание отношение бар, ар жақтан болмай тұр деген сияқты айтамыз. 11 касында Ерсайын Ақмаржанда ұстазға деген құрмет бар, ұстазға деген білімге деген құлшыныс бар. Басқалар мысалы құлшыныс болмайды, оны 40 минутта 40 рет тұрғызасың да басын. Бұда кішкене талпыныс бар болған соң, білім алуға деген құлшыныс бар болған соң осы оқушыны алдық. Енді біз неден бастап біздің мақсатымыз ОБТ бағытында болған соң оқушының білім деген яғни ОБТ балын жоғарылату, оны қазір жеке нәтижесімен көрсететін боламыз. Пән бойынша, жалпы бойынша және ОБТ-ға дайындық барысында тиімді әдістерді анықтау. Осы Ерсайын Ақмаржанға қандай әдістер әсер етті сол бойынша. Зерттеу кезеңдер 3 кезеңнен болды. Бірінші жоспарлар. Ол жоспарлаған кезде Қымбат апай екеуміз отырып, әңгімелесіп, жан-жақты талдап, бір сыныпта сен сабағында қалай отырады, мен сабағында қалай отырады. Сосын жоспарлаған кезінде психологпен де әңгімелестік. Бұның темпераменті қандай, Венера апаймен әңгімелесіп, жеке талқыладық. Куратормен де сөйлестік, жан-жақты. Сосын сырттай біз бақылау, қолдау бөлдірдік, бақыладық, оқушының қалай сабақта өзін ұстауы, куратордан сұрап тағы жүргізілді және қолдау жүргізілді. Біз мысалы сабақта өзін айтпаймыз, ол өзін айтылса уже басқа тема болып кетеді, lesson study'да алып кетеміз да. Біз сырттай қолдау, жанама қолдау жүргізілдік. Сол оқушыға әрбір мысалы мен сабағында емес, Қымбат апай өзінің сабағында кішігірім назар аударып отырдық, кішкентай. И қорытындыда талдау жұмыстарын жүргіздік. Одан кейін кеттік. Оқушының басы соңында қарасақ, ең төменгі балл 47 балл. Ал ең жоғары балл 74 болды. Ол қаңтар облысында, яғни 25 баллдан жоғары балл көрсетті. Негізі бұл кісіні оқушыны Венера апаймен талдаған кезде, мысалы біз 4 темперамент бар ғой білеміз. Бірақ ол өз ішінде және бөлініп кеткен темпераменттер. Бұл оқушыныкі тұйық, сыртқа қатты ашылмайды, бірақ өзінің қасындағы достарына өте жақсы ашылатын оқушы екен. И біз оған жеке жоспар жасаған кезінде оқушылар арқылы да әсер ету жағын қарастырдық. Енді кезекті кімге? Қымбат апайға берсек. Саламатсыздар, қайырлы күн. Осы біз жаңағыдай айттық қой, бізде бірінші кезең, жалпы біз lesson study'да Әсел апайдың бөлуі бойынша 3 кезеңге бөлдік. Бірінші кезеңде ол бізде бақылау кезеңі болды. Қуаныш аға екеуміз ол оқушыны бақылап, жоспар құрдық. Лейла апаймен де тығыз қарым-қатынаста болдық. Сонымен қатар, именно осы өзіміздің пән бойынша сөйлейінші мен, химия пәні бойынша айтатын болсам, Ақмаржанда осы lesson study жүргізудің арқасында бастапқыда қыркүйек айында 10 балл болғанда ең жоғары балы 26 балға дейін көтерілген екен химия пәні бойынша. Сонымен қатар Ақмаржан өзі жеке тапсырма орындай алады, есептер шығара алады. Яғни оған мысалы жұмыс уақытысында емес, жұмыс уақытысынан тыс уақытта да мысалы WhatsApp-тан, Telegram-нан жазатын болса, оған жауап қайтарып, бірге есеп шығарып, сондай тығыз байланыста болып отыруды жөн көрдім мен. И всегда айтатынды мен оған, маған қандай уақыт болса да хабарлас, маған жаз, есеп түсіндірем деген сияқты. Яғни бұны мен не үшін жасадым, негізі менің жұмысым уақытысынан тыс, бірақ ол бізде lesson study, яғни біз оқушыны оған байқатпай жасап жатырмыз ғой, сондықтан да ол оқушының жеке дамуына өте үлкен үлес қоса алатынымды білдім да. Сондықтан да оқушыға жаңағы оқу уақытынан тыс та көңіл бөлуге барынша тырысып бақтым деп айта аламын. Сонымен қатар бізде екінші кезеңде, ол екінші кезең бізде толық 3-ші тоқсанда қамтылған болатын. Яғни ол кезде біз не істедік? Оқушыны бақылап болғаннан кейін Қуаныш аға екеуміз енді ары қарай не істейміз деген жоспар құрып бастадық. Ол бізде уже екінші кезеңнің нәтижесі қаңтар ОБТ-сында берілді да. Яғни біз өзіміз көздеген нәтижеге 1 балл жетпей қалдық. Яғни оқушы 75 балл жинау керек. Бізде өзі химбионың жалпы баллы 75 қой. Сол 75-ке жетеміз деген мақсат қойдық аға екеуміз. Біз оған 1 балл жетпеген кезде
ешқашан да жаңағы тоқтап қалмай бір сарынды дайындығын тоқтатпау керек деген үлкен ұсынысымыз болды бір-бірімізге. Және осыны біз әрі қарайда жылдың соңына дейін оқушыны жаңағы өзіне байқатпаған түрде осындай қолдау жасаймыз деп отырмыз жоспарымызда. Қорытынды есінде біз оқушыға кішкене болсын әсер етуге тырыстық. Және ол орындалды деп ойлаймыз. Бірақ және де әсер етіп жүргізіледі, және балын жоғарылатып жүргізіледі. Тарих пәні бойынша біз бастапқыда көбінде алғашқы тесттерде 10 балға, яғни 50% жеткізетін тұғын, қазір 10 балдан жоғары кішкене көтерілдік. Бірақ тарих пәнінен неге жоғары көтерілмейді, мысалы 15-ке жетсе болады ғой. Бізде мысалы тарих негізгі пәндерде негізгі көңіл бөлу кішкене төмен болып жатыр, сондықтан кішкене төмендігі бар. Енді мен өзім соңында бір-екі нәрсе айтып кетсем, лесенстар негізі әлі жүргізіліп жатыр бізде. Мысалы қосымша жүргізсек болады деген нәрсе де ғой. Мынау бала алғаш 40-50 болған, кейін 74-ге көтерілген. Бір-екі нәрсе айтып кетсем, осы неге байланысты біз мектепте жүріп көп біраз нәрсенің ұғасын, жүрегі көресің деген нәрсе бар. Әл-Фарабидің сөзі бар, адам басына оңа бақыттың тұрақты болуы мінез құлыққа байланысты дейді. Осыған байланысты Абайдың сөзі де бар, адамға үш түрлі адамнан мінез жұғады, ата-анадан, ортасынан және ұстазынан дейді. Біз бұлай мектепте оқушылар бөліп қарастырамыз, білім жағынан қарастырамыз ғой, біз оның жеке тұлғасына тиіспейміз, білім жағынан, тәрбие жағынан қарастырамыз. Сол кезде мынандай ой туындады маған. Біздегі жақсы оқитын оқушылар, ұстазын құрметтейтін, тыңдайтын оқушылар ата-анадан мінезді жақсы жұқтырған екен. Ойлап қарасақ, ата-анадан жақсы жұқтырған. Яғни мұғалімге құрметтеу бар, оны тыңдау бар, сыныпта отыра алуы, ата-анадан жұқтырған. Кейін барып ол ортасынан, ұстазынан қосымша нәрселер алады. Ал бізде көбінесе білімі төмен, тыныш отыра алмайтын, мектептегі былайша айтқанда хиттар ата-анасында жақсы мінез жұқтыра алмаған екен, қарасақ. Немесе ата-анасында жақсы мінез жұқтыра алады. Сондықтан олар ортасынан мінез алып кеткен да. Өзі бұзық, сондай хит оқушыларды қарасақ, достар көп солар. Неге? Ол жаңағы мінездің барлығын ата-анасынан ала алмады, қайдан алады? Ортасынан алады екен да. Достарынан, содан алады екен. Ал мысалы, ата-анасынан жақсы мінез алған, тәртіпті жақсы оқитын оқушыларды қарасақ, олардың достары кем өте көп. Біреу екеуі сыналған. Өз қоңырауда қарап отырсам, сол қиын оқушылар бірінші шығып кетеді, достар іздеп келеді, тек солар жақсы оқитын оқушылар іздеп келеді, мен байқамадым дейді. Аз, біреу екеуі ғана. Жаным досы. Осы нәрсені байқадым бізде. Біздің балалардың тұлға қалыптасуында осы Абайдың айтқан үш нәрсесі өте жақсы әсер етеді. Осы соңында кішкене болсын. Рахмет, регламент сақталды. Қай